Неліктен кейбір жандар 60 жаста автобус нөмірін 2 кварталдан анық көрсе, енді бірі дүкендегі бағаны көру үшін көзілдірікке жүгінеді. Мәселе кек генетикада емес. Көз денеміздегі бірлік салмағына шаққанда ең көп энергия жұмсайтын мүше. Ол үздіксіз жарық ағынынан, тоқтаусыз жұмыстан және тотығу процестерінен сөзбе-сөз жанып жатады. Егер біз көзді тиісті отынмен қамтамасыз етпесек, оның торлы қабаты күнге қақталған дала секілді тоза бастайды. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге көз бұршағының, яғни хрусталик мөлдірлігін сақтап, көру жүйкесін нәрлендіретін 5 ерекше дән туралы айтамын. Бірақ бір маңызды ережені сақтамасаңыз, ең пайдалы деген дәннің өзі емдік қасиетін жойып, жай ғана тамақ болып қалады. Бұл ереже туралы видео соңында білесіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші, зығыр дәні. Орысша атауы семена льна. Ол көз тамырларының жасартушысы. Біздің миымыздың 60% майдан тұрады. Бірақ бұл қорғыш табадағы май емес, зығыр дәнінде кездесетін бағалы майлар. Көздің қан тамырлары адам шашынан да жіңішке. Уақыт өте келе, олар икемділігін жоғалтып, күнге қаңсыған бақша шлангысы секілді қатайып, кез сынатын болады. Қан мұндай кепкен тамырлармен жүруге ерінсе, көздің торлы қабаты аш қалып, көру қабілеті күрт нашарлайды. Зығырдың дәнінің пайдасы. Зығырдағы омега-3 қышқылдары сол шлангтарды қайтадан жұмсақ әрі икемдетеді. Бұл зағиттыққа әкелетін қауіпті глаукоманың бірден-бір алдын алу жолы. Телефонға ұзақ қарағаннан немесе кітап оқығаннан кейін көздің ашуымен кебуін жояды. Көз жасының жұқа қабығы тұрақсыз болса, көздің мөлдір қабығы, яғни роговица, бактериялар мен жарыққа қорғансыз қалады. Зығыр құрамындағы майлар қабақтағы мейбом бездерін нәрлендіреді. Дәл осы бездер көз жасын буланудан сақтайтын жіңішке майлы қабатты өндіреді. Көпшілік адамдар дүкеннен дайын зығыр майын сатып алады. Есте сақтаңыз, егер майдың дәмі ашса, ол тотыққан деген сөз. Мұндай май пайданың орнына жасушаларға зиян тигізеді. Нақты емдік нәтиже алу үшін тек тұтас дәнді қолдану керек. Екінші, асқабақ дәні. Орысша атауы семена тыквы. Ол макуланың қорғанышы. Жарқын күн сәулесінен қараңғы дәлізге кіргенде бірнеше минут бойы ештеңе көрмей қалатын сәттеріңіз бола ма? Бұл жай ғана шаршау емес. Бұл көздің торлы қабатының орталық бөлігі, макуланың қорғансыз қалған туралы белгі. Ол шамадан тыс жарық әсерінен терезе алдында ұзақ тұрып омып кеткен ескі фотосурет сияқты сөзбе-сөз жанып бітеді. Асқабақ дәнінің маңызы. Асқабақ дәнінде мырыштың концентрациясы өте жоғары. Онсыз біз сәбізден немесе бауырдан алатын А витамині бауырдан шығып, көздің торлы қабатына жете алмайды. Егер ағзада мырыш тапшы болса, көзіңіз қанша жақсы тамақтансаңыз да аш қала береді. Асқабақ дәні қоректік заттардың жасушаға кіруіне жол ашатын негізгі кілт. Дән құрамындағы лютеин мен зеаксантин пигменттері көздің ортасында тығыз қорғаныс қабатын түзеді. Олар зиянды сәулелерді кесіп тастайтын табиғи жарық сүзгіші, фильтр сияқты. Телефон немесе теледидар экранынан бөлінетін көк жарық көздің керең қабаттарына тікелей әсер етеді. Егер лютеин беретін табиғи перде болмаса, орталық көру жасушалары баяу өле бастайды. Бұл процесті медицинада макулодистрофия деп атайды. Оны асқынған кезде емдегеннен гөрі ерте бастан алдын алу әлдеқайда тиімді. Күніне бір ас қасық шикі, қуырылмаған асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Есте сақтаңыз, жоғары температурада қуыру дән құрамдағы бағалы майлар мен дәрумендерді ірітіп, пайдасын жояды. Үшінші, күнжіт дәні. Орысша атауы семена кунжута. Ол көз бұршағының мөлдірлігі. Жас ұлғая келе, кейбір жандардың көз ағы сарғыш тартып, бұлыңғырлана бастайды. Немесе бетінде жарылған майда тамырлар тор пайда болады. Бұл көздегі микроциркуляцияның бұзылғаны және көз тіндерінің сөзбе-сөз қантталып, тоза бастағанның белгісі. Күнжіт. Кальций мөлшері бойынша рекордшы ғана емес. Ол бірегей сезамин мен сезамол заттарының қайнар көзі. Бұл бауырды қорғайтын қуатты антиоксиданттар. Бауырдың көзге қандай қатысы бар деп сұрауыңыз мүмкін. Шын мәнінде бауыр токсиндерден немесе қою қаннан шамадан тыс жүктелсе, көз бұршағы, хрусталик өзінің мөлдірлігін жоғалта бастайды. Міне, катаракта осылай туындайды. Күнжіт бауырды тазарту арқылы көздің ішкі сұйықтығының таза болуын қамтамасыз етеді. Күнжіт қан тамырларының жұмсақ сыпырықшы іспетті. Ол көру жүйкесін қоректендіретін микроскопиялық артерияларды бітейтін жаман холестеринді азайтады. Егер көру жүйкесі тиісті нәрді ала алмаса, ол біртіндеп семіп, көздегі жарық сөне бастайды.
Күнжетті тұтас күйінде жеудің пайдасы шамалы. Оның қабығы өте берік болғандықтан асқазан оны қорыта алмайды, және ол ағзадан сол қалпында шығып кетеді. Сондықтан оны қолданар алдында ғана кофе үгіткіште немесе келіде ұнтақтап алған жөн. Күніне бір шай қасық ұнтақталған күнжетті салатқа, сорпаға қосыңыз, немесе бір қасық балмен араластырып жеңіз. Қара күнжет ерекше бағалы. Оның құрамында қара жидектерге тән көздің өткірлігін арттыратын антоциандар көбірек. Төртінші, чия дәні. Ол көздік табиғи ылғалдандырғышы. Жас ұлғая келе, адам ағзасы біртіндеп ылғалды жоғалта бастайды. Дене сөзбе-сөз кебеді. Ал бұл процестен ең бірінші кезекте біздің көзіміз зардап шегеді. Егер кешке қарай көзіміз ашып, ішіне құм құйылғандай сезім пайда болса, бұл жай ғана қолайсыздық емес. Бұл көздің мөлдір қабығын, роговицаны қорғайтын жас қабатының жойылып жатқанының белгісі. Чия дәнінің таңғажайып қасиеті бар. Ол өз салмағынан 12 есе көп суды сіміріп, жұмсақ гельге айналады. Бұл гель ағзаға түскенде ылғалды сақтайтын арнайы резервуар ретінде жұмыс істейді. Көз тіндерінің кеуіп кетуіне жол бермейді. Чияның басты құндылығы құрамындағы омега-3 май қышқылдарының мөлшері тіпті атшулы қызыл балықтан да жоғары. Бұл майлар қабақтағы мейбом бездерін нәрлендіріп, көз жасының тез буланып кетпеуін қадағалайтын жіңішке майлы қорғаныс қабатын түседі. Бұл кішкентай дәндер ағзадағы жүйелі қабынуға қарсы тұратын қуатты құрал. Ал жасырын қабыну порлы қабаттың жасқа байланысты бұзылуының негізгі себебі. Егер осы ішкі өртті сөндірмесек, ешқандай ота ұзақ мерзімді нәтиже бере алмайды. Бір ас қасық чия дәнін бір стақан жылы суға немесе майсыз айранға салып түнге қалдырыңыз. Таңертең аш қарынға осы кесел тәрізді қоспаны ішіңіз. Осы әдісті небәрі 7 күн сынап көріңіз. Көздің мөлдір қабығы ылғалданып, айналаның анағұрлым анық көріне бастағанын сезесіз. Бесінші, күнбағыс дәні. Ол көз бұршағының қалқаны. Көз бұршағы, хрусталик. Біздің ағзамыздағы мөлдір линза. Жылдар өте келе ультракүлгін сәулелері мен бос радикалдардың әсерінен осы линзадағы белоктар пісіп кетеді. Бұл процесті табадағы жұмыртқа ақ уызының мөлдірлігін жоғалтып, ағарып шыға келуімен салыстыруға болады. Катаракта дегеніміз дәл осы процесс. Күнбағыс дәні альфа-токоферолдың, яғни Е витаминінің нағыз қайнар көзі. Бұл дәрумен көз бұршағының басты қорғаушысы қызметін атқарады. Ол ақ уыздардың тотығуына жол бермей, көзіміздің мөлдірлігін ондаған жылдар бойы сақтауға көмектеседі. Небәрі бір уыс шикі күнбағыс дәні. Осы дәруменнің тәуліктік нормасына жуық мөлшері бар. Күнбағыс дәні селенге де бай. Селен Е витаминімен жұптасып жұмыс істейтін ерекше микроэлемент. Олар біріккенде көздің порлы қабаты үшін ешқандай зақым өткізбейтін мықты қалқан түзеді. Дәнді қуырған сәтте оның бүкіл қасиеті жойылады. Пайдалы майлар зиянды канцерогенге айналып, дәрумендер іріп кетеді. Сондықтан тек шикі және табиғи күйінде тұтыныңыз. Күніне бір ас қасық шикі дән ботқаға, салатқа қосуға немесе бөлек жеуге таптырмас ем. Неліктен мыңдаған адам осы пайдалы өнімдерді жесе де ешқандай нәтиже көрмейді? Мұның себебі барлық күш-жігеріңізді жоққа шығаратын бір ғана жаһандық қателікте. Дән табиғатының жасаған сейфі. Ол ішіндегі тіршілікті жылдар бойы сақтау үшін жасалған. Кез келген дәнде фитин қышқылы болады. Бұл заттар ішектегі мырыш, магний және кальцийдің сіңуін бұғаттап тастайды. Егер сіз құрғақ дәндіді сол қалпында жесеңіз, ағзаңыз пайда алудың орнына сол фитаттарды бейтараптандыру үшін өз ресурсын жұмсауға мәжбүр болады. Дәнді аузыңызға салмас бұрын оны тірілту керек. Бір уыс дәнді бөлме температурасындағы таза суға салып, түнге қалдырыңыз. Таңертең нағыз ғажайыпты көресіз. Дән оянады, фитин қышқылы суға кетеді. Ал оның ішіндегі дәрумендер мен антиоксиданттардың концентрациясы бірнеше есе артады. Бұл енді жай ғана тамақ емес. Бұл сіздің көз торлы қабатыңыз үшін концентрлі дәрі. Екінші маңызды қадам – ұнтақтау. Зығыр мен күнжеттің қабығы соншалықты берік, оған біздің тісіміз де, асқазан шырыны да қауқарсыз. Омега-3 пен сезамин қанға, одан көздің жіңішке капиллярларына жету үшін дәндерді қолданар алдында кофе үгіткіште ұнтақтау керек. Мұны жеуден дереу бұрын жасаңыз. Дәндегі майлар ауамен жанасқанда 15-20 минуттың ішінде тотығып кетеді. Дүкендегі дайын ұнтақталған зығыр пайдасыз қоқыс. Тек жаңа ұнтақталған дән ғана нақты нәтиже береді. Үй жағдайында күнделікті қолдану әдісі. Кешке асқабақ пен күнбағыс дәнін
таза суға салып қойыңыз. Таңертең жақсылап шайып, тағамға қосыңыз. Зығыр мен күнжет. Оларды да бөлек суға салып оятыңыз. Таңғы асты шер алдында ғана ұнтақтап, ботқаға немесе йогуртқа араластырыңыз. Чия дәні. Түнде суға немесе айранға салып қойыңыз. Таңертең дайын гель күйінде тұтыныңыз. Осы қарапайым ережелерді сақтасаңыз, көзіңіздің нұры қайта оралып, әлемді анық әрі қанық түстерде көре бастайсыз. Өз денсаулығыңызға уақыт бөліңіз. Өйткені көз көңілдің ғана емес, бүкіл денеңіздің айнасы. Сонымен, бүгінгі айтқандарымызды қысқаша қорытынды. Зығыр дәні. Қан тамырларының серпімділігін сақтайды және көздің кебуін жояды. Асқабақ дәні. Мақуланы, яғни көздің орталық нүктесін қорғайды және А витаминінің нысанаға жетуін қамтамасыз етеді. Күнжет дәні. Көз бұршағын тазалап, тамырлардағы холестеринді азайтады. Чия. Көздің мөлдір қабығын ылғалдандырып, ішкі қабыну процестерін басады. Күнбағыс дәні. Көз белоктарын тотығудан қорғайды. Пайдаланудың ең басты ереже. Дәндерді кешке суға салып оятыңыз. Ал зығыр мен күнжетті тек жеуден дереу бұрын ұнтақтаңыз. Сонда ғана ағзаңыз бұл бағалы сыйды толық қабылдап, көру қабілетіңізді қалпына келтіруге жұмсайды. Көру қабілеті бұл бір рет беріліп, біртіндеп сөнетін дүние емес. Бұл біз басқара алатын тірі процесс. Әр таң сайын осы дәндерді дайындау сіздің болашағыңызға, жарқын жанарыңызға салған ең киімді инвестицияңыз. Осы әдісті небәрі 1 ай бойы қолданып көріңіз. Көздегі кернеудің қалай жоғалғанын, айналадағы түстердің қанық бола түскен және жақындарыңыздың жүзі анық көріне бастағанын байқайсыз. Бұл кездейсоқтық емес. Бұл өз денсаулығыңызға деген сауатты күтімнің нәтижесі. Дәрігер Мирас арнасына жазылыңыздар. Көзіңіздің нұры таймасын. Сау болыңыздар.